Бұл видеоны мен Думан және Әділ деген көрермендердің өтініші бойынша шығардым. Егер сіздер де қаласаңыздар, менің телеграм каналыма тіркеліп, сол жақта открыт комментарий деген жерде маған ұнаған тақырыптарыңызды айтуларыңызға болады. Мен бұны ескеретін боламын. Телеграм каналдың сілтемесі видео астында. Қатаған қырғыны бұл Қазақ хандығында орын алған ең үлкен азамат соғыстарының бірі. Қазақ хандығы абсолюттік монархия болатын және ешкім орынсыз өзін хан деп жариялауға құқығы болмайтын. Бірақ бүгінгі видеода қалайша Тұрсын хан өзін Есім ханмен қатар хан сайлап алғандығын және бұлай шешім қабылдауына не себеп болғандығын айтатын боламын. Тәуекел хан Бұхар хандығын біржолата жаулап алу мақсатында 1598 жылы 100 000 әскермен басып кіріп, аз ғана уақыт ішінде Ташкент, Самарқанд, Ферғана, Ақсай және басқа да көптеген аумақтарды жаулап алды. Тәуекелдің Бұхараны қоршауы сәтсіз аяқталып, артынша шайқастардың бірінде ауыр жарақат алып Ташкентте қайтыс болды. Тәуекелдің соққысынан Бұхар хандығындағы шайбаниттердің билігі құлап, орнына Астраханнан келген түркілер Аштарханит әулеті хан болды. Тәуекел хан қайтыс болғанда, оның орны інісі Еңсегей бойлы ер Есім хан болды. Есім хан Бұхар хандығымен бейбіт келісімге келіп, Бұхар хандығын түбегейлі жаулап алудан бас тартты. Ол өзбектерден гөрі шығыстағы кәпір қалмақтарды жаулап алуды армандады. Одан бұрын Хақназар ханның кезінде қазақтар қалмақтарды ауыр жеңіліске ұшыратқан болатын. Тәуекел хан олардың бір бөлігін жаулап алып, туысын қалмақтарға хан етіп тағайындаған болатын. Енді Есім хан қалмақтардың шаруасын бітіретін кез жетті деп, бар күшін сонда жұмылдыруға дайындалды. Есім ханның тұсында Қазақ хандығы Орасан зор аумақты қамтыды. Шығысында Қашқардан, батысында Каспий теңізіне жетті. Солтүстікте Орынбор, Омбы, Түмен, Сарат және қазіргі Новосибирсктің жартысын қамтыса, оңтүстікте Ташкент, Әндіжан, Ферғана жазығын қамти отырып, Бұхара қаласына дейін жетті. Бұл аумақтарға бір адамның билік жүргізуі қиын болғандықтан, Есім хан әр тараптағы сұлтандарға еркін билік ету құқығын берді. Бұл қиын кезеңдерде сұлтандардың хан жарлығын күтпей-ақ тәуелсіз шешім қабылдауына мүмкіндік берді. Бұл уақытта Бұхар хандығында билікке жаңадан келген Аштарханит әулеті Әндіжан, Ташкент, Ферғанадан басқыншы қазақтарды азат етіп, Сырдарияға дейін қуып шығамыз деп жаңа соғысқа дайындалды. Олар келісімді бұзып, қазақтардың иелігіне басып кірді. Қазақтармен 1603 жылы Айғжар деген жерде үлкен соғыс болып, Бұхар әскерінің ауыр жеңілісімен аяқталды. Бұхар әскерінен ауыр адам шығыны болып, тірі қалғандары бас сауғалап шегінді. Қазақтар Бұхар хандығынан көптеген байлықтарын тартып алды. 1611 жылы Бұхар ханы Имамқұли әскерлерді өзі бастап Ташкентке аттанды. Есім ханда әскерлерді өзі бастап, екі тараптан жойқын соғыс орын алды. Нәтижесінде Бұхар әскері тағы да оңбай жеңіліске ұшырады. Шегініп бара жатқан жолда бірқатар қазақ ауылдарын шауып кетті. Бұл Есім ханды ашуландырып, қарымта шабуылға шыққан бойда Бұхар әскеріне тағы да ауыр соққы жасалды. Бұхар хандығының арманы күл-талқан болып, жеңіліспен оралды. Сонда Бұхар ханы қазақтарды соғысып жеңу мүмкін болмады. Оларды іштей құлдыратып қана жеңе аламыз деп түсінді. Бұл уақытта Тұрсын деген адам хан болуды армандап, Есім ханның жеңістерін көре алмай жүрген болатын. Сол мақсатта астыртын түрде Сырдария жағасында Бұхар ханы мен Тұрсын келіссөз жүргізіп, Есім ханға қарсы одақ құрды. Тұрсын өзін хан деп жариялап, өз адамдарын әртүрлі маңызды бекіністерге орналастырды. Тұрсынға Қатаған руы және Бұхар хандығы көп қолдау көрсетті. Есім хан оларға қарсы жорыққа шығып, ауыр соғыс орын алды. Есім хан олармен соғысу хандықтың күшін әлсіретіп, елді құрдымға кетіреді деп санап, Тұрсынды өзімен тең дәрежедегі хан деп мойындап жайынан қалдырды. Есім ханның астанасы Түркістан болса, Тұрсындікі Ташкент болды. Тұрсын хан белгісіз себептерге байланысты өзіне көп көмектескен Бұхар хандығына қарсы соғысқа шықты. Тұрсын ханның қазақтары мен Бұхар хандығында 1620-1621 жылдары 3 рет соғыс болып, Тұрсын хан өзбектерді ауыр жеңілістерге ұшыратты. Тұрсын өз атынан ақша соқтырып, өзбектерді жеңгеніне масаттанып, өзін күшті сезініп, бүкіл қазақ даласын қарататын кез жетті деп ойлана бастады. Бұдан кейінгі кезеңдерде Есім хан бұрыннан армандағандай қалмақтарды біржолата күйрету жоспарын құрып жатты. Ол Ұйғыр ханы Абдар-Рахим ханның қызы Патша ханымды әйелікке алып, туыс қарындасын Ұйғыр ханына ұзатты. Ұйғырлармен құдаласып, әскери одақ құрды. Қырғыздар да Есім ханның билігін мойындап, әскери қолдау көрсететіндігін мәлімдеді. Махмұд Уалидің
Бахыр әл-Аср кітабында Есім хан мен Тұрсынның соғыстары толық баяндалған болатын. Есім хан өз туының астына барша алаштан және одақтастардан қалың әскер жинап, қалмақтарға қарсы жорыққа шықты. Жолда олар қалмақ ауылдарын шауып кетті. Қалмақтар Жоңғар Алатауынан ары қарай қуылды. Сол сәтте шабармандар келіп жетіп, Тұрсын хан Түркістанды басып алды. Ондағы адамдарыңызды өлтіріп, әйелдеріңіз бен бала-шағаларыңызды тұтқындап Ташкентке алып кетті деп хабарлады. Есім хан ашуланып, аттың басын кері бұрды. Шымкентке таяғанда Сайрам шайқасы орын алып, Есім мен Тұрсын ханның қазақтары соғыса кетті. Есім хан оларды жеңіліске ұшыратып өкшелей қуды. Ташкентке дейін жетіп, екі жақ тағы да соғысты. Тұрсын хан әскері тағы да жойқын жеңіліске ұшырады. Тұрсынның жақтастары жеңілістерге ашуланып, басымызға осы бәленің бәрі сенің кесіріңнен келді деп, басын кесіп алып Есім ханға беріп кешірім сұрады. Бірақ Есім хан, сендер бірнеше рет бейбіт келісімді бұзып, қайта-қайта елінің берекесін қашырдыңдар. Сендердің жазаларың өлім деп, жаппай қырып салуға бұйрық берді. Әскерлер дереу жеңілген Қатаған руын жинап алып келіп, әйелдер мен қыздарды жайына қалдырып, еркектерден кімнің бойы 1,5 метрден биік болса тегіс өлтірді. Бұл тарихта Қатаған қырғыны деген атпен белгілі болды. Бір кездері Қазақ хандығында халық саны бойынша ең көптерінің бірі болған Қатаған руы қатты қырғынға ұшырады. Тірі қалғандары Шаншықлы деген атпен атауын өзгертті. Есім хан Тұрсынның басын Бұхар ханы Имам Құлиға жіберді. Есім ханнан секем алған Имам Құли бірқатар жерлерді қазақтарға сыйға тартатындығын мәлімдеді. Есім хан да бұл оқиғадан кейін көп ұзамай қайтыс болды. Бұл оқиға Қазақ хандығына үлкен зиян алып келді. Біріншіден, егер Тұрсын хан тыныш отырғанда, Есім хан ұйғырлармен және қырғыздармен қосылған түрде сәтті жорықтарын жалғастырып, қалмақтарды толықтай жаулап алар еді. Есім ханның қатыгездігін ескерсек, ол қалмақтарды солай қырса, Қатаған қырғыны емес, қалмақ қырғыны болар еді, және бұдан кейін қалмақтар ешқашан бас көтере алмай жойылып кетуі мүмкін еді. Екіншіден, бұл соғыста Қатаған руы қырылып, Қазақ хандығының әскери күш-қуаты айтарлықтай деңгейде әлсіреді. Есім хан Қазақ хандығында ең соңғы абсолюттік монархиялық тұрғыдан билік жүргізген хан болды. Одан кейін Қазақ хандығында билердің ықпалы артты. Әсіресе оның немересі Тәуке ханның кезеңінде қатты күшейіп кетті. Билер өздеріне қолайлы әлсіз хандарды сайлауы қазақ халқының құлдырап кетуіне алып келді. Тек Абылайдың кезеңінде билік қайтадан әскерилер тарапына көшсе де, Абылай толықтай билердің ықпалын тоқтата алмады. Достар, егер сіздер YouTube'дан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар.